команда үшін, жалпы Ақтөбе өңір үшін өте маңызды. Қандай сезімдесіз? Жылдан кейін бұл комплекс біздің волейболда қалай елестетесіз? Жалпы Әлімбек Серғалиевич, волейбол түсінікті, бұл жерде күшті нәтижелер болады, жаман нәтижелер болады, мемлекеттің араласуы бар. Жалпы бір мезетте волейбол маған не керек болды, волейболмен араласпаймын деген бір болды ма жағдайлар, оқиғалар? Сұрағын тастайын, болды, басқа өзімнің бизнесім бар, сонымен айналсам деген ойда. Сұрағыңыз жақсы, өте орынды сұрақ, шынымды айтсам. Бұндай ойлар маған өзіме лично келген жоқ, бірақ маған жан-жақта қасымызда жүрген кейбір адамдар осы сұрақты қойды. Саған не керек, не істеп жүрсің, бизнесіңді істей білмейсің ба, бұл не керек деп. Біз енді ол жаңағы жұмыс істеп жүріп, ондай дүниешілік пендешілікке салынбауымыз керек деп ойлаймын. Өзіміз енді өзімнің бір нем бар да, мен жаңа Абай атамыз сияқты кітап жазбағанмен, бір хотя бы бір осы спорт жағынан бір ізімізді қалдырсақ деген оймен, барлық кәсіпке кете берсе, ол дұрыс емес деп ойлаймын. Ел үшін де, халық үшін де қызмет істеу керек деп ойлаймын. Сол себептен мен шамалы қанша қолымнан келгенше осы жасөспірімдерді өзіміздің еліміздің осындай возможность беріп, қолдан келгенше көмегін беріп, осылай спортқа өзім осылай бел будым көмектесуге. Енді сіз сол жастардан бастадыңыз ғой, сол жастардан қазір волейболға деген махаббат ұлттық лигаға келіп ұласты. Дегенмен де қазір сіз сол Ақтөбе қаласындағы жас бүлдіршіндерге әлде көмектесесіздер ғой? Әлде волейболды сол жастайынан насихаттап жүрсіздер ғой, жас балаларға? Иә, біз енді осы жоғарғы лиганы, нацс лиганы, халықаралық лиганы ашқан себебіміз біздің болашақна қазір өсіріп жатқан біздің дюсуша, юнускенедегі жас балдарға стимул беруге. Олар мысалға жақсы дайындалса, олар ойлауы мүмкін, мен қай жаққа барам, ойнайтын жер жоқ деген сияқты. Мына жоғарғы лига, халықтық лига күтіп тұр оларды. Егер жақсы ойнап өзін көрсете алса, онда мынандай командаға ілуіне мүмкіндік бар деген возможность берген, сондай ниетпен жұмыс істеп жатыр. Бізде Ақтөбе қаласында қазір волейболға осы Ақтөбенің облыстық командасы ашылғалы көптеген қызығушылық деді. Біздің мысалы өзіміздің андай жеке секцияларға көптеген қатысушылар көбейді. Оның екінші жағынан үкімет тарапынан жақсы көмек болып жатыр. Қазір подушевое население деген бар. Үкімет жаңағы жаттықтыруға қатысып не істесе, балалар жазылса, солар үшін үкімет төлеп беріп жатыр. Ол и кәсіпкерге де, и ата-анаға да жақсы болып жатыр. Сол себептен меніңше өсіреміз деп ойлаймын. Біздің ойымыз, біздің былай айтқанда планымыз болашаққа өзіміздің школаны ашып, өзіміз школ үйретіп, өзіміз жан-жаққа неге ойыншылар таратпасқа деген академия. Барлығын сатып, коммерциялық түрге айналдыру дейсіз ғой? Бірінші осы спорт не істеу, болашақта вообще коммерциялық түрде неге мировой уровеньге шығармасқа. Жақсы, меніңше бапкерлер әкелсе, жақсы жаттықтырушылар бапкерлерді әкеліп үйретсе, меніңше жақсы ойыншылар шығады деген ойдамыз, сенімдеміз. Қазір сізде волейбол айналысында қанша адам жұмыс жасайды? Бапкерлік құрам бар, ересек ұлдар, қыздар командасы, балалар командасы, жастар командасы, сол юрист, бухгалтерлер, директорлар. Волейболда қазір сізде Ақтөбе мен Астанада қанша адам қызмет атқарады? Енді ол цифраны точно айта алмаймын. Шамамен енді бір былай айтатын болсақ 20-ның үстінде адам жұмыс істейді. 20-ның үстінде ол тек қана мен офисный жұмысшылардың өзін айтам, ол где-то 7-8 адам, қалған енді тренерский штаб, медицина жағынан жұмыс істейтін 20-ның үстінде адамдар жұмыс істейді. Былтыр сіздің команданыз, Ақтөбе командасы ұлттық лига дебютін жасады және бірінші ойыннан бастап команда
барлық жанкүйерді білмеймін, волейболға деген, командаға деген махаббатын оятты. Командада Ақтөбенің балдары Айбатты алдыңыз. Сол кезде мен түсінген жоқпын. Айбатты не үшін енді алды бұл? Айбат неге Ақтөбеге келді деп түсіндім. Түсінбедім де, қазір енді бұл сұрақтарыма жауап алдым. Бір жылға артқа оралайық. Ақтөбе ұлттық лигада дебют жасаған кезде сіз жалпы сол ұлттық лигаға қандай мақсатпен кірдіңіз? Ұлттық лига енді біз енді біріншіден айтасыз, жоғарғы лигадан чемпион Қазақстаны болдық. Содан кейін ұлттық лигаға шығу бізде мақсат болды. Бірақ бізде қаржы жағынан шамалы қиындық та болғасын, сондай шыға алмай жаттық. Сосын бізге енді облыстық әкімдіктің көмегімен бізді осылай жоғарғы лигада чемпион болғаннан кейін біз осылай предложениемен бардық. Осындай енді біз жоғарғы лигада чемпион болдық. Енді біздің енді статус орызымыз ұлттық лигаға шығу деп. Әкімдік қолдап, сол себептен шықтық. Енді бірінші жыл шыққанымыз біз енді өзіміздің бізде мынандай ой болды. Ақтөбелік ойыншыларды жан-жақтағы жинауға. Былай қарап отырсаңыз, жан-жақта Ақтөбенің өзінің тамаша ойыншылары жан-жақта ойнап жүр. Менің мақсатым жинау болды. Соны бірінші бастап Айбат Ниталин інімізге қойдық сұрақ. Ол жігіт біздің сөзімізді жерге тастамай, ұлттық лигадан жоғарғы лигаға өзін түсіріп, келіп, бізге сеніп, келіп, елге келіп, ойнайын деп келді. Ол еңбегін біз ешқашан ұмытпаймыз Айбаттың. Енді ұлттық лигаға шыққанымыз, енді біздің енді барлық адамда амбиция болады ғой. Біз енді біздің мақсатымыз Ақтөбенің атын шығаруға, осы волейболдан да ізін қалдырып, волейболдан да бір рет емес, бірнеше дүркін чемпион қылтуға ниетіміз бар. Алик Серғалиевич, сіздің енді үлкен отбасыңыз бар, үлкен ұлыңыз бар, Алихан туралы айтып кеттіңіз, 3 кішкентай қыздарыңыз бар. Енді бұл отбасыға, волейболға келгелі бері бір внимание жетіп жүр ме? Айтып жүрген жоқ па? Әке, неге бізде одан да үйде болмайсың ба? Волейбол не үшін, қалай деген сұрақтар? Жоқ, ондай сұрақ туындаған жоқ. Наоборот, менің жанұям мені қолдап отырады. Олар менімен бірге қуанып отырады. Осылай волейбол жетістікке жетіп отырса қуанып отырады. Барлық жағынан қолдау көріп отырамын. Особенно жұбайым жағынан. Ол да енді бұл да волейболда менің екінші жанұям деп айтуға болады ғой. Жаңағы ол да менің бала шағам сияқты ғой. Өзімнің өсіріп жатқан нелер, воспитанниктер, командамыз. Мен де ол вообще жанұядан бөлек жұмысты да екінші жанұя деп айтуға болады ғой. Енді көп уақыт онда да өткізесің, үйде өткізесің. В целом, бірақ жанұямда ондай сұрақтар туындаған жоқ. Бір жылдың ішінде осындай бір мақсатыңыз орындалады, Ақтөбе топ клубқа айналады дегенге сендіңіз бе? Өйткені былтыр сіз соңғы орындарда келе жаттыңыз да, биыл кубок ұтып алдыңыз. Енді Алла қаласа суперкубокқа да үлкен мүмкіндік бар ұтуға. Иә, сол үшін Атырау қаласына келіп жатырық. Сол суперкубокты үміттеміз, ұтамыз деп ойлаймын, жігіттеріме сенем. Бұның былай кілті деп айтатын болсақ, біздің ұжым тренерский штабтың жұмысына араласпайды. Біз полный оларға карт бланш бердік, возможность бердік. Біз айттық, бірақ біз сіздерге алам деген ойыншыларды жинап беруге, қалтамыз келгенше жинап беруге тырысамыз, бірақ сіздерден сұраныс болады. Бірақ ұтылмайтындай қылып
ұжым жинау керек деп айттық. Сол біздің Ақтөбенің волейбол клубының кілті деймін, ең жақсы жері деп ойлаймын. Мен өзімнің ойым тренерский штабқа араласпау керек. Оларға мүмкіндік беру керек. Сол себептен меніңше осындай жетістіктерге жетіп жатырық деп ойлаймын. Жақсы состав жинады. Одан осы қазіргі таңда кубок тұтып алдық. Енді мына бұйырса супер кубокқа финал. Енді ұтқан жағдайда біз Қазақстан чемпион болуға тырысамыз. Ақтөбенің халқының алдына уәде беруге тырысамыз, енді ұтып алып келуге деп ойлаймыз. Бір жылда команданың құрамы бір 50% жаңарды. Және сол жаңа келген ойыншылардың барлығы Қазақстан жанкүйерлері танитын аты бар өте мықты ойыншылар. Олар қандай ақшаға келді ме, әлде бір оларға бір стратегияны көрсеттіңіздер ме? Өйткені осындай ұлттық құрамалардың ойыншыларын тарту екінің бірінің қолынан келмейді. Енді бұл сұраққа келетін болсақ, бізде ұлттық құраманың ойыншылары бар ғой. Олар енді бұрынғы командалармен де чемпион болып жатты. Енді меніңше ол жігіттер біріншіден өздерін басқа клубтан көрсеткісі келді. Чемпиондық, что это невозможно деген сияқты. И сосын біз де Ақтөбенің атынан жақсы сенім білдірдік. Біз айттық, бұл бір жылдық проект емес, бұл долгосрочный ұзақ проект болады. Егер жетістікке жетіп жатсақыздар, біз жаңа қаражат жағынан тоқтамауға тырысамыз, көмектесуге тырысамыз. Әлде біз оларға осындай чемпиондыққа жетсеңіздер, мировой уровеньге баруымызға мүмкіндік бар деген үміт бердік. Енді қай ойыншыны шақырту өте қиынға түсті. Мысалы, бір-екі ойыншылар білесіздер ғой, бірден сізді танып, жаңағы бапкерлік құрамды біліп деді, ал бір кейбір ойыншылармен келіссөз қиын жүргендей. Енді барлығы мен енді тренерский штаб жұмыс істеді ғой, бірақ енді жаңа сырттан келген легионерлерімізді енді оларды сендіріп әкелу қатты жеңіл болған жоқ, бірақ не дегенмен бір ойыншымыз біздің Суперлигадан келді, Россияның Суперлигасынан келді, бір ойыншы тоже Россияның жоғарғы лигасынан келді. Меніңше ойлаймын, олар да өз-өздерін басқа елде көрсеткісі келді. Қыздардың сүйікті ойыншылары бар ма командада? Мынау жақсы, мынаған жанкүйер етеміз деп. Жоқ, ондайға әлі үйренген жоқ. Енді современный ондайға не істейді деп ойлаймын. В целом, бірақ общий қарайды. Енді сіз Ақтөбе деп қалдыңыз, жалпы сол Ақтөбедегі жанкүйерлердің, енді Ақтөбеде ойнап кеткен волейболшылар, жалпы волейболды сүйетін жандар көп қой. Ақтөбе негізі Қазақстанның ең бір қазіргі таңдағы спорттық қалалардың бірі ғой. Сол Ақтөбедегі жанкүйерлердің, ағалардың, інілердің ойлары қандай жалпы сіздің командаңыз жайлы? Құтты болсын, жақсы болды ма екен, немесе неге олай бастадың? Шындыққа келгенде біздің Ақтөбе командасының көп жеңіске де жетістікке жетуінің меніңше 50%-дан астамы ол Ақтөбенің жанкүйерлерінің арқасы. Олардың сүйіспеншілігі, олардың біздің командаларға ұтылсын, ұтылмасын барлық қолдауын көрсетуі деп ойлаймын. Жанкүйерлер өте қалай айтуға, далаға тастамай постоянно қолдау көрсетеді. Жанкүйерлер енді оларға ұтып алып келіп жатсақ, конечно, жақсы жанкүйерлер жағынан барлық қолдау бар бізге. Бүгінгі ойын сіз үшін, команда үшін, жалпы Ақтөбе өңір үшін өте маңызды. Қандай сезімдесіз? Тараз, Ақтөбе, бұл суперкубок. Бұл енді волнение бар. Өте енді жүрек деген бұл тек қана біз үшін емес қой, біздің артымызда Ақтөбе қаласы тұр. Ақтөбенің жанкүйерлері күтіп отыр бұл жеңісті. Бұл жеңісті жетсек, суперкубокты алатын болсақ, бізге бұл путевка деп ойлаймын, Азия лига чемпионына. Бұл путевка бізге прямой путевка. Жігіттерге сәттілік тілеймін, енді тілейміз жеңіспен қайтуға, елдің Ақтөбе халқын қуантуға тырысамыз. Жігіттеріме сенемін.
қаласа спорт комплекс Астанадағы жақын арада бітеді. Бұл енді қалай ой келді осы спорт комплексті Астана қаласына ашу деген? Бұл ой келгенде мен Астана көшіп келген бірінші жаңа жанұямды балаларымды оқытумен жаңа общий кругозорын үлкейтуге деп үлкен қалаға, сосын өзіміздің спорт комплексы туралы вообще бұяқта бізде ой болған жоқ басында. Біз өзіміздің басқа кәсібімізді жалғастырамыз деп келдік. Бірақ осы Астанада таныстар арқылы бір жігіттермен кездесіп, сол бір инвест проектке сондай оймен кірдік. Инвест проект болды. Астана қаласының развитиясымен бірге істеліп жатқан. Ол жігіттер сол бізге өздерінің осылай предложениелермен келді. Мынандай спорт комплекс. Енді маған олардың обращаясь еткені мен ойлаймын. Мен енді спорт жағынан бізде опыт бар. Біз енді Ақтөбе қаласында 20 мыңнан астам спорт комплексін салдық. 20 мың квадраттан астам барлық направлениені жүргізіп отырық. Сол себептен маған сондай совместный проектке кіруге предложение келді. Мен келісіп, өзіміздің предложениемізді беріп, сол спорт комплекс салып бастап кеттік. Қазіргі таңда 80% бітіп тұр деп айтуға болады. Ояқта біз основном сол волейболды дамытқымыз келеді. Енді өзім жаңа волейбол детище дейді ғой. Ойым Астана қаласында волейбол әлі ондай дамымаған, басқа қалаларда дамымаған, именно профессионализм жағынан дамымаған деп ойлаймын. Сол жағынан осы жақта ойым, ниетім бар. Енді национальный лигаға осындай оснащенный базаны дайындағаннан кейін жоғарыдағы облыс басшылықтарына, қала басшылықтарына предложениемен шығуға, осы қаладан осындай национальный волейбольный командалар создавать етуге, школу вообще целом создавать етуге. Ақтөбеде бір бөлек команда, Астанадан бір бөлек команда, е? Иә, солай болады. Осындай енді менің Ақтөбедегі тренерский штабым сұрақ қойған бір рет маған. Егер бұйырып Астанада ашылып кетіп жатса, сіз кімге жақтасасыз деген. Мен айтам, енді сол кезде көреміз, енді бұйырған кезде кімге жақтасатынымыз деп. Әлімбек Серғалиевич, 7000 шаршы квадрат, е? Неге бұл жерде сіз екі волейбол алаңын ашуға шешім қабылдадыңыз? Өйткені бұл жерде енді бірінші этажында фитнес, сіз волейболдан бөлек енді футболды да жақсы дамытасыз. Неге бір жағында футбол площадкасы, екінші жағында сол волейбол, неге екі волейбол площадкасы бұл жерде? Енді волейбол площадкасын келетін болсақ, егер ұлттық лига ашылатын болса, ұлттық лига енді соответственно екі команда. Ол енді тренировкалар ол бір-бірін күту болмай қалады. Біз енді одан бөлек детский волейбольный секция ашқымыз келді. Сол себептен екеуінде сол волейбольный полеге деп ниеттеніп отырмыз. Демек, бұл жерде ұлттық лига ойындарын қабылдауға болады? Параметрлер бойынша келеді ұлттық лиганы қабылдауға. Ал қазір енді мысалға Астанада бір волейбол командасын әзірше ашуға мүмкіндік болмайды. Бұл алаңдарда кім ойнайды, жалпы арендаға жалға бересіз бе, әлде басқа бір коммерциялық тұрғыларда бір предложениеңіз бар ма? Предложениелер бар. Енді осы жақта енді жаңағындай любительский федерациялар бар, волейбол деген. Соларда предложениемен шығып жатыр. Енді ұлттық команда ашуға мүмкіндік болмаса, онда жалға береміз. Білесіз бе жоқ па, Астана қаласында толық волейболға арналған площадкалар, спорт комплекстер жоқ. Демек қазір енді сана спортты қарасақ та, бұл жерде енді волейбол, гандбол, баскетбол, футзалға арналады да. Сіздікі толығымен бір волейболға бейім, сол волейболға арналған спорт комплекс пе, әлде ішінде одан да бөлек басқа спорт түрлерімен айналысуға бола ма? Басында ой болды. Шындыққа келгенде жаңағындай паркетный футбол, мини футбол дейді ғой. Мини футболға спрос көп. Бір жағынан ақшасы да жақсы. Жалға алғанда жақсы жалға алады. Бұлай айтсаң, барлық ертеңнен кешке дейін жауып тастауға болады жалға беріп. Бірақ енді біз өзіміз волейболды сүйініп айналысқасын, волейболды бір өзіміздің душа тартып тұрғасын дейме, қалай айтуға енді, сондай өзіміздің ішіміз махаббат десеңіз. Махаббат, волейболға деген махаббат болғасын, сол полный волейболға деп арнаймыз ба деп отыр. Бұл жерде енді тек қана волейбол болмайды, бірінші қабатында бұның фитнес зал. Бұны айтып кетуге болады, волейбол тек қана бұл енді волейболшыларға ОПФ жағынан, физподготовка жағынан да жақсы
в целом иә полноценный база болады деп ойлаймын. Енді Ақтөбеге оралсақ, қазір енді сіздерде 3 команда бар, иә? Жоғарғы лигада 1 команда, ұлдар командасы, жаңа ұлттық лигада 2 команда, Ақтөбе қыздар, Ақтөбе ұлдар. Көбісі сұрақ қою мүмкін. Неге бір команданы қолға алып, соны соңына дейін мақсатқа жеткізбеске? Неге сіз қыздар командасын аштыңыз? Неге сіздерде вышкада тағы да 1 команда бар? Бұл сұраққа жауап беретін болсақ, енді Ақтөбеде біз осыдан 2015-16-дан бастап, жоғарғы лигаға кіргеннен бастап, ашылғаннан бастап, волейболға сұраныс көбейді. Одан бері мына біздің ұлттық лигаға кіргеннен кейін одан сайын сұраныстар көбейіп, секциялар көбейді. Сосын мынандай ренжістер пайда болды. Волейбольный дұрыс секция жоқ, сосын жаңағындай дюсышаның жақсы воспитанниктер шығып атса, оларға баратын жер болған жоқ. Сол себептен біз облыс басшылықтарына осындай предложениемен шықтық, чтобы өзіміздің школа болсын, усилендеген, ол үшін жас ойыншылар опыт алмаса, тәжірибе алмаса, мынандай жоғарғы лигада ойында тәжірибе алмаса, ол ұлттық лигаға шығуға қиын болады. Сол себептен біз осындай шешім қабылдап, біздің шешімізді облыс басшылығы қолдап, бізге жоғарғы лиганы ашуға да мүмкіндік берді. Біздің ойымыз Ақтөбенің жақсы өсіп жатқан воспитанниктеріне мүмкіндік беру. Демек, олар жоғарғы лигада ойнайды. Егер жоғарғы лигада жақсы көрсеткіш ойын көрсетсе, онда бірден ұлттық лигадағы командаға жолдама алады. Қазірдің өзінде Ақтөбе ұлдар командасы енді үйреніп қалдық қой, маусым басынан фавориттер қатарында. Бірақ қыздар командасы кішігірім бір әлсіз нәтиже көрсетіп жатыр. Бұл жерде енді бір жақта бірінші орындарда, екінші қыздар жақта соңғы орындардың шамасында жүрген енді Ақтөбе қыздар командасы. Бұл жаққа бір қалай жүрегіңіз ауырмай ма қыздарға? Кәне ауырады, әрине ауырады. Ойындарды ұтылған сайын настроение түседі, жасыратын жоқ. Бірақ енді біз оның барлығын бір жақтан алып кету оңай зат емес деп ойлаймын. Во-первых, жаңа специалисттер жағынан, екінші жағынан игроктар жағынан, ойыншылар жағынан да тарап. Былай целым ерлер командасына қарағанда қыздар командасын жасақтау өте қиын. Ойыншылар тапшым, дефицит деп айтуға болады, ойыншыларды табу өте қиын, екіншіден өте қымбат. Қыздар жағынан өте қымбат деп болады. Біздің енді ондай жақсы ойыншылар алуға біздің қаражатымыз келіңкіремеді. Енді біз өзімізге былай қойдық, өзімізге осындай цель қойдық, чтобы бірінші ұлдар командасын усилять етіп алып, сосын келесі жылға ойдағыдай болса қыздар командасында күшейтуге. Демек, келесі жылдары Ақтөбе командасында ұлдардағы сияқты бір Сана Нарқұлова деген секілді, білмеймін, Ақтөбеден шыққан Мадина Бекет, Тамир Сағынбаева деген қыздарды көріп қалуымыз мүмкін. Біз оларды көріп жүрік. Енді біздің Ақтөбе командасы жаңадан құрылғасын гранттардың қатарына жатпайды. Бірақ біз ойлаймын, біздің өзіміздің ақтөбелік жерлестер, біздің Айбат Ниталин сияқты, бауырымыз сияқты Ақтөбеге келіп бір өздерінің өнерін болашақта көрсетеді деп ойлаймын. Біз енді соответственно, соғандай предложение істеуге өзіміздің ақтөбеліктерге тырысамыз. Бүкіл мүмкіндіктер жасауға тырысасыздар ғой? Мүмкіндігін жасауға тырысамыз. И бізге өзімізге де жақсы, приятно болар еді Ақтөбеге келіп өзіміздің ақтөбенің воспитанниктері ойнаса. Иә, міне өздеріңіз көріп тұрғандай елдар, осындай Астана қаласынан осындай волейболға деген үлкен спорт комплекс салып жатырық. Бұйырса осы алдымыздағы жылдың басында бітіргіміз келеді. Burada волейболға деген барлық мүмкіншілік беріліп тұр. Тек қана ойын залы емес, жаңа фитнес залы бар. Барлық жағынан, ОПФ жағынан, барлық жағынан возможностьтар беріліп тұр. Енді Ақтөбе қаласында біз енді орналықтық деп ойлаймын. Ол жақта жақсы іскерлер алып, жақсы специалисттер алып, біз ояқтың жұмысы орысша айтқанда налаженный деп айтуға болады, налаженный болып тұр. Енді өзім Астана қаласына көшіп келіп тұрып атқаннан кейін неге Астана қаласында ашпасқа? Былай анализ істеп қарағанда Астана қаласында бізде тек қана биыл қыздар командасы ашылды. Онда да енді ашылып жатыр, бірақ олардың ондай өздерінің базасы жоқ волейболный.
сол себептен маған ой келді, осы Астана еліміздің астанасынан, орда төрінен неге ашпасқа, неге жақсы барлық Қазақстанның ойыншылары может бір Астанаға жинамасқа. Болашақта енді менің ойым осы Қазақстан чемпионатын, Ақтөбені чемпион қылып танытсақ, болашақта мировой уровеньге шығаруға менің арманым. Астана қаласында. Астана қаласында. Иә, өйткені енді Әлімбек Серғали қарасаңыз, барысын бар, футболда Астанам бар, Астана Протек деген велокоманда бар, атышулы командалар. Баскетбольный Астана деген барлығы енді осы Астанада болғандықтан, жалғыз волейболды қарасан, бізде Астанада бір мықты базовый клубта жоқ. Енді 30 жыл болдыңыз ғой, тәуелсіздік алғанымызға, енді 30 жылдағы келесі бір еліміздің волейболының дамуы дәл осы Астана төрінен басталу керек деген мен енді ойым, және сіздің арманыңыз өте дұрыс. Меніңше бұл өте керемет. Бұл жерде бүкіл мүмкіндіктер расымен жасалған. Әлімбек Серғалиұлы мүмкіндік болса бір қарап шығайық, не барын, қалай салып жатқаныңызды бәрін білсек. Жалпы бұл жерде қандай материалдар қолданып келеді? Бұл жерде барлық строительный нормалар не істеп тұр. Именно спортивный критерияның бәрін қарастырып, бұл жақта двухслойный жаңа фанерымен, амортизирующий подушкасымен и паркетный доска болады. Burada барлық спорт критериясына келіп тұрған покрытие болады. Бұл бірінші зал, екінші зал бар, бұл этажда екі зал, екі осындай. Бұл жерде нарада үлкен болельшілер тұрады, зрительдерге арналған, жанкүйерлерге арналған орындықтар болады. Болашақта burada енді бір 500 адамға дейін қабылдап, бір уақытта 500 жанкүйерге дейін отыруына болады деген возможность бар. Қазір бүкіл фокус енді ерлер командасына, қыздар командасына болған анық. Командаларды күшейткіңіз келеді, чемпион қылдырғыңыз келеді. Бірақ дегенмен де мен естуім бойынша Ақтөбе қаласында жаңағы өте көп жастарға көңіл бөлінеді. Сіз Астанадасыз. Ақтөбеде кім бұндай үлкен жұмысты кім атқарады? Жалпы өзіңіз барлық бақылауыңызға уақытыңыз жете ме? Шындықты айтсақ, енді жетеді, үлгеруге тырысамыз. Мен енді өзім Астана қаласында тұрған, мен көбірек жұмысым Ақтөбеде болған, Ақтөбеге барып тұрам. Сосын шындыққа айтып келетін болсақ, біз жақсы ұжым жинадық. Осының барлық әрқайсының өзінің орны бар, жұмысы бар, әркім өзінің жұмысын біледі. Тренерский штабтікі өзінікі бөлек, медицина жағынан өзінікі бөлек, қағаз жағынан жұмыс істейтін юристер өздері бөлек, әрқайсысы әрқайсысы орналықты қойылған. Сол себептен біздің жұмысымыз ойдағыдай жүріп жатыр деп ойлаймын. Басеке Әлімбек Серғалиұлы, бізді волейболға араластырмаңыз, өзіміз жұмысымыз бар ғой деген бір сөздер болмады ма? Қалай түсіндірдіңіз жаңағы кәсіпті, өзіңіз кәсібіңізді? Сол енді әрбір адам жұмыс істегенде өзіне сенетін адамдарды жұмысқа алады ғой. Қалай түсіндірдіңіз бұл идеяны жалпы? Қалай оларды да осы волейболға махаббатын аштыңыз? Шындыққа келгенде болды ондай сұрақтар, ұжымнан болды. Ұжым енді оларға дополнительно бұл жұмыс қой енді. Басқа қағаздар, конкурстарға қатысу керек. Олардың қанша волейболистері бар, оның бәрін контракция, жалақысын бөліп отыру керек, бәріне құжаттар істеп отыру, ол оңай жұмыс болған жоқ. Бірақ біз основной нені сол өзіміздің ұжымның сенімді адамдарына, юристтерімізге тапсырдық. Оларға біз сосын жаңа дополнительно адам алуға рұқсат беріп, сол көмекшілер алып, сол көмекшілер. Енді сіз маңызды ойындарда қыздарға да, ұлдарға да келіп жанкүйер болып тұрасыз. Енді Өскеменге келдіңіз, Атырауға келдіңіз, Ақтөбеде болдыңыз. Астанада болған кезде жанұяңызбен бірге қарайсыз ба ойындарды? Әрине, Астанада болған кезде үйде отырып жанұямызбен Қазспорттан барлығым озып, менің қыздарым, кішкентай қыздарым күледі ғой. Әке, бір орында тұрып қарасайшы деп, былай да былай комнатада жүрем, бөлмеде былай да былай жүрем, отыра алмаймын. Сол кезде олар мен ойнап, қалжыңдап айтады, әке, бір орында тұрып қарасайшы. Еще мен видеоға түсіріп алады да олар эмоцияларымды бүйтіп, аяқ көтеріп жатқан, қозғалып жатқан деген сияқты. Бірге отырып қараймыз. Әлімбек Серғалиұлы, Алла қаласа бұл комплекс енді жақын арада ашылады ғой, жаңа жылдан кейін деп отырсыз. Ашылу салтанаты қалай өтпек? Кімді шақырғыңыз келеді? Кімге көрсеткіңіз келеді бұл комплексті? Енді конечно, ашылу салтанатын андай масштабына өткізгіміз келеді. Бірінші основной қонағымызды енді өзіміздің енді біз волейболға жақын болғасын Қазақстан Республикасының су жаңа президентін шақырғымыз келеді. Соның ашылуына егер ол кісінің уақыты болса, сол кісіні алдырып ашқымыз келеді сол кісіге. Енді бұл комплексті сіз таза өзіңіздің ақшаңызға аштыңыз, салдыңыз. Енді бұл тиімді ме жалпы өзіңізге?
былай шындыққа келгенде ондай қатты тиімділігі жоқ. Бұның былай кәсіптік тілмен айтқанда окупаемості өте ұзақ. Егер жаңағындай жаңа ұлттық не клуб ашып не істейтін болсаң, ол кезде вообще мысалы доход жоқ деп айтуға болады. Бұның енді тиімділігі жоқ. Енді жаңа былай айтып келетін болсақ, бүкіл ақшаны тауып қалтаға салып кету ол невозможно зат. Мен өзім сияқты кәсіпкерлерді осындайға шақырар едім. Барлық кәсіптен де бір бөлігін осылай бөліп, осындай өзіміздің еліміз үшін, қазағымыз үшін, осындай бір жастарымыз үшін бір осындай ізгі іспен айналысуға, қолдан келгенше осындай жастарымызға болашақтары үшін осындай спорт комплекстер салып, осындай мүмкіндік беруге болашақ жастарымызға, неге қазағымызды әлемге танытпасқа. Өзіңізге ерлер волейболы ма, қыздар волейболы ма? Өйткені көптеген жаңағы бизнесмен ағаларымыз бар ғой, көмектесіп жүрген, көптеген директорлерге, көптеген жалпы жанкүйерлерге қыздар волейболы көбірек ұнайды біздің елімізде. Мен олай бөлгім келмейді. Менің бастапқы ойым целом Ақтөбе қаласының волейболын ұлдар, қыздар барлығын күшейту. Егер возможностьымыз болып жатса, Ақтөбе қаласынан волейбол академиясын ашуға. Біз олай бөлмейміз шындыққа келгенде. Екеуіне бірдей қараймыз. Қашан ашу жоспар бар осы волейбол академиясы? Өзіңіздің бір ойыңызда бір 5-6 жылдан кейін немесе 10 жылдан кейін, немесе 1-2 жылда болып қала ма? Өйткені елімізде қазір бірде-бір осы волейболға арналған академия жоқ. Ол енді ондай нақты сұрақтар қойған жоқпыз, бірақ ойлаймын, соған келе жатырық деп, біз енді осы ұлдар, қыздар командасын нақтылап, топты құрып алсақ, сосын самый главный маған жақсы специалисттер алу. Сол специалисттер жинағаннан кейін барып, жайлап осындай этапқа келеміз деп ойлаймын. Бір 3-4 жылдық, 5 жылдық енді былай 5 жылдық план деп қоюға болады. 5 жылдық планда біз бірінші тренерский штабты усилиту, сосын медицинский штабты усилиту, и өзіміздің базымызды болса, енді целым біздің бірақ базымыз бар. Біздің қазір бүкіл өзіміздің жоғарғы лигадағы да, ұлттық лигадағы да өзіміздің гостиницамыз бар спортивный, сода жатады, сода тамақтанады бәрі. Тренажерный залар бәрі қасында, еш жаққа шығудың қажеті жоқ, барлық жағдайды істеуге тырысып жатырмыз. Соны әлде де, бірақ бізде қазір медицинский штабты күшейтуіміз керек. И тренерский штабты дополнительно күшейтсек, соған жетеміз деп ойлаймын. Енді біздің көрермендер Мұқанов Әлімбек Серғалиевич бұл волейболды тек қана өнердегі балаларды дамытам, оларды қолдайым, оларға бір керемет бір өмірлеріне жол ашып берем дегенге сенбеуі мүмкін. Өйткені қазір енді бізде стереотип қой, волейбол бұл жергілікті әкімшіліктен ақша алып отырады. Сол ақшаның ішінде білмеймін, команданы ұстап, команданы дамытып, команданы жасақтап, жалпы маусым бойында команданы өмір сүрдіреді ғой. Қазір сіз осы волейболға келгеннен кейін бастапқыда қазірдің өзінде де мүмкін өзіңіздің ақшаңызды да салған шығарсыз, иә? Бағана біз бір әңгімеде сіз волейболға мен ақша табу үшін емес, волейболға мен жаңағы балаларға көмектесу, жалпы Қазақстандағы волейболды дамыту деп айтқан едіңіз. Жалпы енді қазірге дейін өз қалтаңыздан волейболға қанша қаражат кетті? Оны енді нақты санды айту мүмкін емес. Мен өзім 2014-тен бастап жаңағындай любительский команда ашып, сол бастағанмын. Алдында бір, по-моему, отырыста айттым, ең бірінші біздің жаттықтырушымыз, тренеріміз Сергей Сафронов деген жақсы тәжірибелі тренерді алып бастағанбыз. Біз 2014-тен бастап осы жоғарғы лигаға келгенге дейін өзіміздің мекемеден қаражаттандырып келдік. Содан біз енді жақсы результаттар көрсеткесін, облыс басшылықтары бізді көріп, бізге сенім білдіріп, бізді қазір ұлттық лигаға қаржыландырып бастады. Burada енді мен айтам, burada мен волейболдың бұл ақшасын таза өзіне жұмсап, өзін үлкейтуге тырысамыз. Аллаға шүкір кәсібіміз бар. Бұл қаражатқа біз тек қана волейболға жұмсауға
ниет қойып отырмын. Қазір енді келесі маусымнан бастап біздің мемлекетте бір спорт саласында бір өзгерістер болады ғой, иә. Легионерлерді жаңағы мемлекет берген қаражаттан төлемақыларын, зарплаталарын беруге болмайды. Осы ретте сіздің ойынша келесі жылы Ақтөбе командасында қыздарда, ұлдарда жалпы легионер бола ма? Егер болса, сіз ол қаражатты өзіңіз ақшаңыздан ба, әлде жаңағы спонсорлар тартып бергіңіз келе ме? Ол енді заң күшіне енгеннен кейін енді заң бәріне бірдей ғой. Мен ойлаймын, болашақта жан-жақтан спонсорский помощьты сұраймыз деп ойлаймын. Болмай жатса, енді өзіміздің мекеме қаржыландырады. Жан-жақтан көреміз, енді болмаса өзіміздің мекемені. Бірақ менің болашаққа ойым өзіміздің ойыншыларды сондай легионерлер сияқты ойыншы қылтуға. Мен қазірде шындыққа келгенде легионерді алып жүргенім біздің өзіміздің жас ойыншыларымыз солардан игровой опыт алсын деген оймен алып жатырмық. Меніңше сырттан ондай тәжірибелі ойыншылар все равно алып тұру керек. Ол біріншіден біздің өзіміздің жас ойыншыларға стимул, қарап өседі, үйренеді деген сияқты. Болашақта сондай жан-жақтан спонсорский қаражатпен легионерлерді алып тұрамыз деп ойлаймын. 5 жылдан кейін, Алла қаласа 5 жыл өтеді, бұл комплекс салынады. Бұл жерде енді ұлттық лигада команда бола ма, ұлттық құрама командалар дайындала ма? Жалпы 5 жылдан кейін бұл комплекс біздің волейболды қалай елестетесіз? Егер осындай комплекс әрбір үлкен қалада, Алматы, Шымкент, басқа қалаларда болғанда біздің волейбол қандай болады? Бұндай комплексті үлкейтіп сала беретін болса, конечно, соответственно, біздің болашақ ұрпағымыз көбейеді, волейболға деген сүйіспеншілік, сосын оларға салмай бірінші очередь возможность болады, жаттығатын жер болады деп ойлаймын. 5 жылдан кейін бұндай енді масштабта кәсіпкерлеріміз салатын болса, тек қана үкіметке қарап отырмай, өзімізді үкіметті қолдап, осылай өзіміз кәсіпкерлерді салатын болса, онда біздің Қазақстанымыздың спорты именно жаңағы волейбол жағынан меніңше әлемнің уровеніне жетеді деп ойлаймын. Еліміздің астанасында осындай волейбол алаңдары неге салынбайды деген сұрақтар менде де болған, әрине. Осы күнге де жеткен сияқтымыз. Тек қана таза волейболға арналған ұлттық құрама ойнай алатын алаң жақында ашылады. Бұл деген керемет жетістік, бұл деген керемет жаңалық. Осындай ағаларымыз аман болсын.